Ұлы отан соғысы жылдарындағы ерлігі үшін 499 қазақстандық жауынгер Кеңес одағының батыры атанды. Соның бірі қаһармандықтың үлгісін көрсеткен Мақат ауданының тумасы Мұса Баймұханов. Соғыста жауынгер Польша жерін Варшава қаласын азат етіп, Одер өзенін кесіп өту кезінде үлкен ерлігімен танылған. Ол басқарған взвод Германияның Одер өзені үшін болған шайқаста немістің 25 солдаты мен 2 офицерін жойып жібереді. Мұсаның өзі 9 немісті жайратқан. Осы ерлігі үшін оған Кеңес одағының батыры атағы берілді. Мұса Баймұханов 1910 жылы Қарабаудың қалың құмдарының қойнауында дүниеге келген. Еңбек жолын 15 жасында Доссор мұнай кәсіпшілігінде үйренуші, одан кейін бұрғышы болып бастайды. 1928 жылы Доссор аудандық комитетінің жолдамасымен Алматыдағы Тау-Кен металлургия институтының жанындағы жұмысшы факультетіне оқуға жіберіледі. Оқуын ойдағыдай бітіргеннен кейін 1932-1938 жылдар аралығында Мұнайшылар кәсіподағының Доссор аудандық комитетінде жұмыс жасайды. Одан ары Гурьев облысындағы прокуратурада тергеуші хатшы болып қызмет атқарған. Ұлы отан соғыс алдында Мұса Сағыз мұнай кәсіпшілігінде мұнай өндіру операторы болып жұмыс жасайды. Кейін 1941 жылы соғыс басталғанын естіген Мұса өз еркімен Доссордағы әскери комиссариатқа арыз беріп, майданға елін қорғауға аттанады. Соғыс кезінде Мұса командирлік курстан өтіп, кіші лейтенант атағын алды. Ол Ленинградты қорғауға қатысып, үлкен ерлік көрсетті. Прибалтика мен Белоруссия майдандарында болғанда ерекше табандылық көрсетіп, сонымен бірге поляк қалаларын, селоларын басқыншылардан азат етуде де алғы сапта болды. Кейін кіші лейтенант Мұса Баймұханов Ленинград майданындағы 120 қызыл тулы Гатчина атқыштар дивизиясы 538-ші атқыштар полкі атқыштар взводының командирі болып тағайындалады. 1945 жылы оның взводына жаудың Одер өзенінің батысындағы плацдармына басып алуға тапсырма беріледі. Мұса осы шайқаста көзсіз ерлік жасап, жұқа мұздың үстімен бірінші болып жүріп, Одер өзенінен өтеді. Одер өзенінен кірерде үлкен қиыншылық туады. Өйткені немістердің әлі де өздері үміт болып, осы бекіністі бекітіп, үлкен зот құрып, Кеңес одағының әскерлерін қарсы алуға үлкен бекініс жасайды. Осы жерде Мұса Баймұхановтың взводы мұз үстінен өтуді, арғы беттегі бекіністі алуда үлкен шеберлік танытып, батырлық көрсетіп, жауды жеңеді. Осы бекіністі алу, жалпы осы айналадағы аймақтағы ұрыс даласындағы немісті жоюға көп ықпал тигізеді. Тарихқа үңілсек, Мұса жауынгерлерді өзеннен өтуін шебер ұйымдастыра білген. Оның взводы жұқа мұздың үстімен дұшпанның артиллериядан күшті оқ атқылау арқасында ешбір шығынсыз өзеннің сол жақ бетіне өтеді. Жаудың взводына граната лақтырып, станокты пулеметпен гитлершілердің көзін жояды. Плацдармды қолда ұстап қалу үшін Баймұхановтың взводы гитлершілерге қарсы найзамен шайқасып, бірнеше фрицті найзамен түйреп жеңіп шығады. Ол басқаратын взвод осы айқаста 25 фашистің көзін жойған. Бірақ жауға қасқая қарсы шыққан қазақ ұлына ұлы жеңісті көру бұйырмады. Ол Польша жеріндегі жауға қарсы ұрыста ұлы жеңіске 50 күн қалғанда ерлікпен қаза табады. Кеңес одағының жоғарғы кеңесі президиумының жарлығы бойынша қаһармандық істері үшін жоғарғы бағаланып, Мұса Баймұхановқа Кеңес одағының батыр атағы берілді. Елінде оны күткен әкесі мен отбасы қалды. Осы жылдары Баймұхановтың отбасымен көрші болған көздің көрген аудан тұрғыны Зәру Жоламанова әкесінің ұлын соғыстан сарғая күткенін айтады. Атамменен бірінші ауыл деген жерде көрші болдық. Ол кісінің ұзын бойлы келген, қазақ киінетін, басында дөңгелек қаракүл бөркі бар, үнемі сол шарбағының айналасын тазалап сол жүретін еді. Сонда енді біз жастауымыз ғой, үйінің қасынан өтіп бара жатқан уақытта ата сәлем бердік. Сіздің балаңыз соғысқа қатысқан ғой деп жаңағы сұрасақ, иә, менің Мұсам дейтін соғысқа қатысқан ғой дейді де,
көп ештеңе айтпайды, жөнінде жүре береді жаңағы өзі. Бір тоға сондай адам болды. Горький мектебінде болған уақытта пионерлер жаңағы Баймұхановтың атындағы отряд менің классым болды. Сол класспен дейтін барып кездесу жасап жүрдік. Зина дейтін жолдасы болды жаңа Мұса Баймұхановтың. Содан екі қыз болды, Айман және Шолпан деген. Шолпан деген қызы Ақтөбеде тұрмыста болды, Айман деген қызы осы Махатта өмір сүрді. Оны дейтін біздің мына Махат поселкесінің адамдары барлығы жақсы біледі. Батырдың сүйегі Польшаның Мияла қаласы маңындағы зиратта жерленген. Жауынгердің ерлігі елеусіз қалмай, Ленин орденімен, алтын жұлдыз медалімен, отан соғысының бірінші дәрежелі орденімен марапатталған. Жалпы Мақат ауданында соғысқа 2427 жауынгер қатысса, оның 625-і ұрыс таласында қаза тауып жоғалып кеткен. Ұлы жеңіске биыл 75 жыл толып отыр. Осы орайда сұрапыл соғыста отан үшін отқа түскен қазақ жауынгерлерінің өшпес ерлігі жеңісті жақындата түскен әрбір күн ұмытылмайды. Асқан табандылық пен ерліктің отанға деген сүйіспеншілікті мәңгі жүрегінде сақтай білген Мұса Баймұханов секілді жауынгерлеріміздің есімі қашанда ұрпаққа үлгі. Оның есімін ел есінде мәңгі сақтау үшін Мұнайлы ауданында бір мектеп және бір көшеге батыр есімі берілсе, Атырау қаласында да бір көше жауынгердің есімімен аталады. Оның ескерткіш бюсті жерлестерінің алдында көрнекі жерге орнатылып, қашанда құрмет көрсетіліп келеді. Мөлдір Тұрғанова, Бейбіт Жалмұханов, Атырау телеарнасы, Мақат ауданынан.